Баршаңызға сәлем. Бүгін сүзбелі бәліш жасаймыз. Ұнымызға тұзымызды қосамыз, ұн қопсытқышымызды, қантымызды жақсылап араластырамыз. Майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Бізде осындай ұнтақ болды. Салмасына сүзбемізбен қантымызды, жұмыртқамызды, қаймағымызды қосамыз. Блендермен жақсылап езіп шығамыз. Салмамыз дайын болды. Табамызды сары маймен майлаймыз. Ұнтағымызды бір келкі сеуіп шығамыз. Тегістеп бір келкі себеміз. Қолымызбен бетін тегістеп шығамыз. Салмамызды саламыз, оны да тегістеп шығамыз. Бетіне ұнтағымызды себеміз. Ұнтағымызды бір келкі сепкен жақсы. Сонда бәлішіміз әдемі болып піседі. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аласыздар. Өте жұмсақ, дәмді болып пісті. Жасалу жолы да өте жеңіл, қарапайым. Жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып кетіңіздер. Рахмет.